Әженің ертегісін тыңдай отырып, баланың отбасылық жылулықты, бақытты сәттерді сезіне білуіне, қазақ халқының ертегілерін бойларына сіңіре отырып, тәрбиелеу мақсатында ұйымдастырылған әжемнің ертегісі сайысында мектеп оқушылары мен ертегі айтар әжелері бақ сынады. Бас аяғы 6 топ қатысқан сайыстың алғашқы кезеңінде қатысушылар шаңырағым шаттығым тақырыбымен өздерін таныстырып өтті. Әжемді алып сайысқа келіп тұрмын ортада, тентек болсам ашынып, жақсыз қылсам асырып, маған сақтап қояды тәттінің де жасырып. Атамның есімі Ишан, әжемнің есімі Нұрайла. Менің отбасым шаттыққа толы бақытты отбасы. Ал екінші кезеңде әжелер ертегі оқып, түрлі көркемдік құралдар арқылы кейіпкерлер образын көрсетсе, балалар мен көрермен ұйып тыңдады. Бауырсақ, ақылды хан, қу түлкі тағы басқа жатталып қалған түрлі халық ертегілерін жаңадан тыңдағандай болған. Көрермен ертегі әлеміне еніп кеткендей болды. Мына жігіттер алдап, құлпырған гүлді алып, әке-шешесін өсіріп беріп, сатып алып, әкеліп, қанды алдап, ізбасары болғысы кепті. Жоқ, хан, жоқ, бұл болмайды. Мына баламныкі дұрыс екен. Орнымды басатын, ізбасарым осы бала болсын деп алыпты. Үшінші кезеңде әжелердің білімі, сөз тапқырлығы сынға түсті. Қазақ халқының ұлттық салт дәстүрімен ас мәзірінен сұрақтар қойылған. Бөлімде де кимешек киген аналар еш мүдірмеді. Тарыны қайнаттым, теріге түйдім. Одан мінеке сөк жасадым. Сөктен май сөк сіздерге арнап алып келдім. Және диірменге айдап, талқан жасап, одан сіздерге жент алып келдім. Және қасына ала сиырымның сүтінен айранынан жасалған құртты өз қолымен жайдым. 2 күн болды, зорға кетті. Әженің әдемі әңгімесі құлақ құрышын қандырса, өз қолымен дайындаған тағамының дәмі тіл үйретіні анық. Бесаспап жандар ұлттық тағамдар әзірлеп, өздері дайындаған қолөнер бұйымдарын қазылар назарына ұсынды. Соңғы кезеңде қатысушылар әннен шашу шашып, сайысты көтеріңкі көңіл күймен қорытындылады. Әжемнің ертегісі сайысының нәтижесі бойынша барлық қатысушылар жүлдегер атанды. Ал бірінші орынға Ақжаулықты әже Қанткүл Өтелбаева мен немересі Айсұлтан Мырзахан және Сәуле Әбиева мен немересі Айша Бағылан жайғасты. 5 кезеңде де 5-ке бағаланған Нұрайла Абдулаева әже мен немересі Айназым Ешан иемденді. Өзі әнші керемет. Әбиева Сәуле әжемізден Бағылан Айша қызымыз марапатталды. Марапат құтты болсын. Әжемнің ертегі сайысқа қатысып, бас жүлдені иемденген Абдуллаева Нұрайла әжемізбен еш шақырайдан Балауса Оспан, Сұңқар Бакиров, АРТ ТВ жаңалықтары.